университетке оқуға түскеніңізден бастап жалпы Қара шаңырақ жайлы бір ауыз сөз айтып кетсеңіз. Қорқыт ата университетіне 1978 жылы бірінші курске қабылдандым, музыка педагогика факультетіне. Сол жерде Сырсылуа ән-би ансамблінің құрамында алғаш рет үлкен сахналарға шығып, өнердің жолына түстік. Демек, бұл жер біздің оқу өнердегі үлкен ұлы ордамыз болып есептелінеді. Одан бергі жерде 21 жыл көлемінде осы университеттің жанында әуелі халық әні, одан кейін дәстүрлі ән кафедрасын қалыптастырып, бүгінгі таңда жүздеген шәкірттерді тәрбиеледік. Осы жерде 21 жыл өзімнің ашқан кафедрамда еңбек еттім. Сондықтан бұл сыр бойы жыршылық, жыраулық өнері, оның бүгінгі таңдағы мұрагер ұрпақтарын жоғары оқу орнында кәсіби білікті маман есебінде дайындауда Қорқыт ата университетінің ғалымдары менен ұстаздарының атқарған еңбегі толағай деп есептеймін. Үлкен рахмет. Ал енді сұхбатымызды асықпай отырып жалғастырсақ. Жарайды, жақсы дегенде. Қазіргі таңдағы жырдың жағдайы қалай аға? Рахмет. Әрине, қазақтың жыр өнері, оның тарихы мыңдаған жыл қазақ тарихыменен бірге жасап келе жатқан алтын қазына. Қазақ жыр дастандарының тарихи тегін сонау Орхон Енесей жазуларындағы тоны көкпен күлтегінге арнап жазылған мадақ жырынан бері қарай өрбіткеннің уақытында қаншама дүние бүгінгі таңда қазақ жыр өнерінің негізін құрайды. Осы кездегі фольклор зерттеушісі, эпостанушы ғалымдарымыз 550-ден астам қазақтың батырлық жыр дастандары бар деп жүр. 550-ден астам? Иә. Ал енді сіз ойлаңыз, сонда ол пәленбай миллиондаған жол жыр мұрасы. Және ол мұра атадан балаға ақыл, ес, зерде, жат көздеріменен жеткізілді. Әрбірден соң жеті атасынан жыраулық дәстүрді мұрат тұтынған ұрпақтар пайда болды. Мысалға Жиенбай жыраудың тұқымдары, сол секілді кешегі мұрын жыраудан қалған мұра. Кеше 43 жылы жазылып алынған Қырымның 40 батыры бұл шексіз мұра еді. Ал әрине батырлар жыры бірнеше қайтара Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты ғалымдарының бастамасыменен мерзімді кезеңдерде басылымнан шығып, халыққа таратылып жатты. Көптеген кітаптарды оқыдық, жаттадық, содан нәр алдық. Ал бүгінгі таңда қазақ жыр өнерінің орындаушылары, аға буыны дүниедан өтіп кеткеннен кейін енді не істемек керек дейтін екінші мәселеге тоқталдық. Ол үшін бірі тракторист, бірі шопан, бірі жұмысшы болып жүрген ауылдағы жыршы жыраулық өнерді енді жоғары оқу орнында кәсіби білікті маман есебінде дайындамаса, жыраулар әрқайсысы дүниядан өтіп кетіп жатты. Олар әлеуметтік тұрғыдан ешқандай қамтылған жоқ, немесе қорғалған жоқ. Солай ғой. Мамандығы басқа, өзінің өнері басқа. Осыдан келіп ой туды. Марқұм фольклор зерттеуші ғалым Мардан Бәйділдаев ағамызбен ақылдасып кеңесе отыра, осы өнерді консерваторияда оқытуға болмас па дейтін әдепкі ой салдық. Және сол кезеңдерде Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясының белгілі ғалымдары Алма Бектұрсынқызы Құнанбаева, өнертану ғылымдарының кандидаты, өнертану ғылымдарының кандидаты Әсия Абидуллайна Мұхамбетова, сол секілді музыка зерттеушісі Саида Еламанова секілді ғалымдар бұл ұсынысты шын мәнінде жақсы қабылдады. Нәтижесінде 1987 жылы консерваторияға ғылыми стажировкаға шақырылдым. Өйткені
жыршылық өнерде жүрген азаматтардың ішінде қолында музыка факультетін бітірген дипломым бар өзім ғана едім. Енді мақсат консерваторияда жүріп, білімді жетілдіріп, болашағында осы әншілік, жыршылық, жыраулық өнер бұның консерваторияда оқуына игі ықпал тигізуімізге тура келді. Нәтижесінде 87 жылы алғашқы талантты балалар қабылданды. Олар Бекболат Тілеухан, Ержан Қосбармақ, бағана айтып отырған Берік Жүсіп бастаған жігіттер еді. Бүгінде қазақ мәдениеті мен әдебиетінің, өнерінің белгілі тұлғалары болып кетті. Осылайша 88 жылы жаңадан құрылған кафедра болып құрылдық. Сол уақытта кафедра меңгерушілігіне мінекей өзім сайландым. Сонымен 90 жылға дейін сол жерде әдепкі халық әні кафедрасы құрылды. Әрине, консерваторияға барғаннан кейін бәрі оп-оңай бола қойды деуден аулақпыз. Себебі консерваторияға музыка мектебін, музыкалық колледжді бітіріп келетін бұрын. Ал біз 10-ды бітірген балалардың ішінен талапты балаларды алып тұрдық. Ал музыкалық теориялық сабақтар ол уақытта олар үшін өте қиындыққа соғатын тұғын. Себебі дайындығы бар балалар музыкалық теориялық сабақтарды игеріп кетіп атты да, біздің балаларымыз үшін олар қиындыққа келді. Сондықтан ғалымдармен бірлесе отыра Раушан Зәуре деген қызыл дипломмен бітіріп тұрған екі қызымызды сол халық әні кафедрасына ұстаз қылып алып, сосын дифференциалды бағдарлама жасап, оқу бағдарламасын жасап. Осылайша музыкалық теориялық сабақтардың да біздің балаларымыз үшін оңтайландыруын реттедік. Келешегінде бұл кафедра болып нығайды. Сонымен 90 жылы Қызылордадан кафедра ашатын ыңғайымыз болып тұрды. Сол кездері әлі одақтың ыдырай қоймаған уақыты ғой. Үшінші хатшы Оңалбек Сәфиев ағамыз кейіннен сенаттың 2 дүркін депутаты болды. Қазір енді ардагер, қоғам қайраткері. Сол кісі шақырып алып, Алмас елге қайтасын еді. Елге де еңбек етті. Осы кафедраны Қызылордадан ашуға көмек жасаймыз деді. Әрине, 90 жылы осы жерге келіп, Қызылордада бірінші халық әні кафедрасын аштық. Нәтижесінде ең талантты 15 бала дайындық бөліміне қабылданды. Олардың құрамында бүгінгі бүкіл елге белгілі Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты, Францияның өнер мәдениет орденінің кавалері Ұлжан Байбосынова барды. Біздің бірінші шәкірттеріміз. Сол секілді Қазақстанның әр аймағында бүгінгі таңда жұмыс істеп жатқан шәкірттеріміз Ақтөбеде Ахмет Жұбанов университетіндегі Ферузан Арманова, бүгінгі таңда педагогика ғылымдарының магистрлері Ақмарал Ноғайбаева, Шолпан Бейімбетова, бағанағы Серік Жақсылов, Руслан Ахметов секілді Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткерлері көптеп өсті. Және дәл осы кезеңдерде бүкіл облыста мәдениет, өнер саласында түгелдей дерлік біздің шәкірттеріміз қызмет жасап отыр. Жыр өнері дегенде, жыр өнері тек қана бағана айтып отырған аймақтық қана өнер емес, оның адамзатқа ортақ өнер екенін паш ету еді. Себебі бүкіл түркі халқына ортақ Көроғлы жырының сыр бойындағы варианттары, Жамбыл жырлаған, Жиенбай жырлаған, Рахмет Мәзғожаев жырлаған варианттары мінекей бұл халықаралық деңгейдегі үлкен басқосуға негіз бола алады. Түркияның Болу қаласында Көрғұлының 10-ші симпозиум өтті. Бір ғана эпос қарынап отыр.
10-ші симпозиум Көрғұлы эпосына Болу қаласының ортасында Көрғұлының атпенен қолында дутарын жоғары көтеріп тұрған ескерткіштір. Мынау не десе, Көрғұлы неге қолында дутар десе, Көрғұлы бізде ұзан дейді. Білдіңіз ба? А бізде Көрғұлы, көрден шыққан Көрғұлы біз батыр дейміз. Демек, түркі халықтарының ішінде енді келіп сол Көрғұлыны армяндар мен грузиндер де өзіміздің батырымыз дейді. Мәлике Ғұмарова, зерттеуші апамыз, бұл жөнінде де деректер қалдырған. Сонда біз айтып жүрген Көрғұлы, бұл да үлкен халықаралық алаң бола алатын, халықаралық симпозиумға айналатын, халықаралық конференцияға сұранып тұрған тақырып деп айтар едім. Сонда ғана біз түркі халықтарының еншісі ыдырамаған кезеңдердегі тарихына түгелдей дерлік мән бере алар едік. Ал енді мектептер жайлы. Жыр мектептері деген уақытында сыр бойындағы жыраулық мектептер жөнінде айтып өтуге болар еді. Сыр бойындағы жыраулық мектеп, жалпы сыр бойындағы жыр өнері бұл бір қасиетті кие сияқты халықтың өзегінде алтын тін арқау жібін үзбей мың жылдықтардың белдеуін аттап жеткен мәдени мұра. Демек, халықтың фольклорлық, этнографиялық, этникалық тек тамырының тұтас сақталуы сыр бойында. Бұл өнердің де біз айтып отырған фольклорлық музыканың да мұраларын өзінің жан ділінде сақтады. Демек, қасиетті де біз айтып отырған информацияны да сақтайтын талант емес, адам емес, ол қан, ген дейді. Текте. Міне тектегі қасиеттілік сол келіп Әбу Бәкір Кердер айтады ғой, адам нешік тартпайды, хайуанда артық туады, арғы бір тегі жағынан деп. Неге тегінде бір қасиет шықпайды? Сондықтан арғы тегін қорқыт атадан бастап алдыратын сыр бойының халқы бұл өнерді өзінің қасиетіндей қаделеп, сауабы бар сөз жатта шырағым деп отырып, бізді тәрбиеледі. Сауабы бар сөз деп отырғаным, бағана айтып отырған терме, толғау, насихат, айтыш, жыр толғаулар еді. Осының нәтижесінде бүгінгі таңда Арал Қазалы өңірінде үлкен ақындық жыраулық мектеп бар. Енді Нұртуған жыр мектебі деп уақытша топтастырғанбыз. Қазір енді ол аядан әлдеқайда жоғары деңгейде өркендеп жатыр. Ал енді Қармақшы Жалағаш үстінде Жиенбай жыраудың мектебі дейміз. Жиенбай жыр бұлағы кетедегі шәкірт қып көп шайырды жетеледі деп сол заманда атаққа шыққан адам. Жиенбай жыраудан Үрістенбек жырау, Үрістенбек жыраудан Көшенай Бидаш жырау, одан бүгінгі Арнұр Арбалы жыраулар бұл жеті атасынан жыраулықты мұрат тұтынып келе жатыр. Сол секілді Сәрсенбай жырау, одан Алшынбек жырау, бүгінгі Амантай Майра жыраулары, бұлардың барлығы да атадан балаға мирас өнердің өкілдері. Ал енді Нартайдың ән жыр мектебі, бұл енді Жаңақорған Шиелі бетінде барынша өркендеп отыр, және музыка мектептерінде арнайы класстар, сыныптар ашылып, Нартай Бегежановтың музейінде арнайы Нартайдың өзінің ән жыр мектебі ашылып отыр. Қазір Мұхаммеджан Бекбейісов деген баламыз оны неғып отыр. Ал Қармақшыда Көшенер Үстенбеков атындағы жыраулар мектебі. Оның басында Амандық Бүрлібаев деген азаматымыз да отыр, өзіміздің шәкірттеріміз, бұлардың бәрі де. Әр қайсысында жүздеген балалар келіп дәріс алып отыр ғой. Сонда сыр бойында бүгінгі таңда музыка мектебінде, жыраулар үйінде жаңағы айтып отырған. Музыкалық колледжде Қазанғабатындағы. Ол жерде сол бөлімді ашуына осы ықпал жасаған Айдос Рахметов, педагогика ғылымдарының магистрі бастаған жігіттеріміз
Сонда музыка мектебінде, жыраулар үйінде, музыкалық колледжде, бакалавр, магистратурада енді PhD докторантураға дейін жолын ашып қойдық жыраулардың. Бүгінгі таңда өткен жылы ғана Күнсұлу Түрікпен мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты болды, өнертану ғылымдарының магистрі. Едіге дастанының музыкалық редакторы сол Күнсұлу Түрікпен болды. Жақсыға ер едіге деп отырсыз осы дастан жайында. Рахмет. Ер едіге дастаны Ноғайлы дәуірінің жыры дейтін үлкен жоба проекті. Бұл жобаны қолдаған Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалин болды. Мінекей осы едіге Ноғайлы дәуірінің жыры дастаны бойынша Қазақстаннан 32 орындаушы, 32 орындаушы едіге жырын 60 сағат жырладық. 60 сағат жырладық. Соның ішінде едіге тарауын өзім 1 сағат көлемінде жырлап отырамын. Мінекей. Нәтижесінде бұл қазақша, орысша, ағылшынша, мінекей 3 тілде шықты. Ғылыми бағанағы талдау алғы сөзін жазған филология ғылымдарының докторы Жұманазар Асанов деген ағамыз. Ал музыкалық редактор болып мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, өнертану магистрі Күнсұлу Түрікпенова болды. Жақсы. Осы көрермен бұл еңбекті қайдан тапса болады? Әрине, бұл санаулы тиражда шығып жатыр. Келешегінде кітапханаларға берілді деп ойлаймыз біз. Ер едіге, неге ер едіге жыры? Алтын Орда дәуірінің 550 жылдығы тойланды. Немесе аталып өтті. Сол кезеңге лайық біз ер едіге жырын алдық. Демек, едігенің дәуірі бүтін Алтын Орда дәуірінің тарихы. Ал бүтін Алтын Орда ер едігенің дәуіріндегі жыр дастандар бұл миллиондаған жол жырды құрайды. Сондықтан бүгінгі жыршы жыраулар өзінің жыр қорында енді едігені жырлауды бұдан былай қарай алдына мақсат қылып қою керек. Және едіге жырының мынау цифрлық форматқа шығуы болашағында электронды оқу құралдарына түсірілу керек те, біз айтып отырған флешка күйінде қала берді бағанағы басқадай жаңа форматта халыққа өте тиімді болу керек. Біз мынау күйінде халыққа жеткізе алмаймыз. Енді флешка формат күйінде, электронды оқу құралдары күйінде бүтін ақпарат құралдарына қойған уақытында бүкіл халық тыңдай алатындай дәрежеге шығуымыз керек. Бәлкім интернет желісіне де таралады. Интернет желісіне, мен соны айтып отырғаным сол. Интернет желісінде бүкіл халық өзінің жырын тыңдай алатындай дәрежеде отыруымыз керек. Ал бұл бір ғана едіге жыры. Дәл осындай біз өткен жылдарда Фердауси, Әбілқасым Фердаусидің Тұрмағанбетов Телеуов аударған нұсқасы шахнаманы шығардық. 40 жырау жырлады 68 сағатқа. 40 жырау. Жыршылық, жыраулық өнер бүгінгі таңдағы. Оның жыр қоры немесе рухани халыққа беретін нәрі бұл өткен дәуірлерден бізге жеткен мол мұраны өнер күйінде, музыка күйінде, кәсіби орындаушылық, оның тілдің, жырдың бүкіл шырайы күйінде халыққа тыңдату. Біз тіл туралы, басқа туралы заңдарды айтып атамыз. Жоқ, біздің тілдің 1000 жылдық мұрасын, қалдырған мұрасын халыққа қайта насихаттау. Өйткені бұл мұралардың барлығы керек жоқ есебінде ысырылып тастағаннан кейін біздің тілімізді де, ділімізді де жау алдау. Мына мұралардан шегінгеннен кейін біз тілімізді де, ділімізді де жау қалдырдық. Біздің ішкі иммунитетіміз анаған жетпеді ананы қорғауға. Ал енді келіп, мінекей ер едіге алпамыс қобланды секілді лан қайыр жырды ұрпаққа қайттан насихаттау
алдағы мақсат міндетіміз осы. Үлкен рахмет аға. Енді осы кезде осы ретте көрерменге бір жыр арнасаңыз. Жақсы, рахмет. Дегенде Шыңғыснаманың кіріспе бөлімінен үзінді айтып берейін. Ей Алла, өзің мәдет берген баққа мінгізсең кімді жебеп алтын таққа. Судан жан тәннен күмәні пікір ойлап не ила жасамадық жалғыз қаққа. Дүние дұздың суы қанып ішіп ынсаптың шеңберінде жүрміш шаққа. Лаухыда жазылған ісі пешенеңе дөккелер талайың бақпадақпай. Пәнидің базарынан кім көшкен жоқ, әдірі тәжбен дәулет алтын қақпай. Көлденең бауырыңды жазып көсілерсін құбыла қол қусырып тұрған сапқа. Сол халде жақсы жаман деп айтылар, жолайрық жолаушысын екі жаққа. Өлім сол өзектіге өрттей тиер, Алланың айырымы бар мен жоққа. Тақ мініп гәуһардан тәж киген менен ант бермес ақкіреуке ажалы оққа. Ғазауат майданында шейітпіз деп не ерлер кірген жоқ па жанған отқа. Ұлт үшін ұрып қылышы ұрпағым деп ат қойды дей алған жоқ ешкім тоқтай. Ағырда арысынан омырылып құбадың қан сасыды ойран ботқа. Белгі жоқ бедер қалмай бедеу тастан бейопа айналдырдық барды жоққа. Әннен соң Шыңғыснама қолға алынды, тарихын жырламақ боп түстік топқа. Ей ұрпаққа ұлағатты сөзің қалсын, сұраса соңырағы күн қарып шоққа. Арасат майданында арысы гүрсі жан мен тән жауап берер екі шақта. Күнәміз қаптауындай ая Алла жатқызсаң біз бәдбақты қайсы тапқай. Келтірдің жоқтан барғып және жоқпыз ей Алла, өзің қолдап өзің даттай. Опасыз ошпу жақаны ойран дүние айналып өте тұғын жерің жоқ па. Бізден де бұрын жазылғаны әртүрлі қандар намасы, байтақты билеп басқарған халықтың қамқор панасы. Сөз атасы тіл болса ақылдыр оның анасы. Шыңғыснама тариханы өтеміс қажы жазыпты, Мұхаммед достың баласы. Жолбарыс ханның хатшысы, тату болған арасы. 1525 жазылған қаттың санасы. Әртүрлі шайыр ғалымдар аударып көрген шамасы. Алтын шежіре делінер Лыпсандан занның еңбегі. 1651 100 жыл кейін қарашы. Тігірек жазу ұйғыр жыңы, Моңғолдың мәңгі тарихын қалдырған ілім шарасы. Қаншама халық жоқ болды, хат сақтамай ат сақтап жаулықпен өткен арасы. Қос кітап жырға өзек боп, қара сөзден назымдап төгілді
ойдың саласы, бұл намадан шет қалмас қазақтың байтақ даласы. Зерттегенге ізі бар түркінің алты алашы, Шыңғыстың шын тұқымы Абылай хан дарасы, Кенесары Наурызбай сыздық соңғы баласы. Ханның басын хан алса, алтын тақтың таласы, ханның басын қаралса, бітпейді кектің жарасы. Есіл ерлер шейіт боп, қырғызда қалды жаласы. Өмірін теріп қаттасақ, тарихтың алса саласы. Тарихтың алса саласы. Үлкен рахмет аға. Ал енді мынау әлеуметтік желіде, Фейсбукте өзіңіздің жазған жазбаларыңызды пост дейді ғой? Иә. Отырамыз. Мынау Шабдалы деген фильмді сол сіздің Фейсбуктегі постыңызға қарап түсірілген деп. Иә. Естідім, сол жайлы бір ауыз айтып кетсеңіз көргенде. Шабдалы біздің анамыз Төлеу Төремұратқызы 25-ші жылы туды, 14-ші жылы қайтыс болды. Әкеміз 75-ші жылы қайтыс болып кетті. 900-ші жылғы адам еді. Одан кейінгі кезеңде біздің азамат болып қалыптасуымыз, отбасы болып өркендеуімізге түгелдей дерлік қамқорлығын да бәтесін де берген сол біздің анамыз болды. Ол кісі сөзге шешен, кешегі әкеміздің барында талай үлкен кісілерге шай беріп дастархан жайған кісі еді. Сондықтан бұлар ел ішіндегі әңгімелерді өте жақсы айтатын. Ал мынау Шабдалы өзінің осы Қызылордаға келіп қоныстанғаннан кейінгі базарға барғандағы сол Шабдалы сатып тұрған әйелмен екеуінің ортасындағы әңгіме ғой. Екі тәрбиенің ортасында қалдық қой біз. Таза қазақи тәрбие менен кешегі 70 жылдық тәрбие. Мына Шабдалы екі тәрбиенің сол бетпе-бет келуі ғой. Демек, мына тәрбие менен бағанағы ата бабамыздың бала шағасын тәрбиелеуі, және мына тәрбие екеуі үйленген уақытында екеуінің ұл менен қыздың ақылдылығының арқасында бір-біріне тіл табысып кете алатындығы жөнінде. Мінекей негізгі идея осы. Біз кейде өткен шағымызбенен көп сансырап, соны армандап жүреміз ғой. Жоқ. Бүгінгі және болашақпен өмір сүру керек дейтін әңгіме. Аға, енді мына Ер қанаты бағдарламасына өзіңіздің бір тілегіңізді білдірсеңіз. Рахмет. Ер қанаты бағдарламасын YouTube каналы арқылы көріп отырамыз. Өте жақсы. Бұл қазақи әңгіме. Қала берді өткен кеткен кезеңдерге шолу, әр адамның өзінде ой толғанысы. Бүгінгі дәуір және өткен дәстүрімізге байланысты ой толғау. Сондықтан бағдарлама болашағында да өзінің мазмұндық көркемдігін жетілдіре береді деп ойлаймыз. Бұл қазақ ішінде, қазақ боламын деген өскелең ұрпақ ішінде өте тиімді, пайдасы мол бағдарлама деп білеміз. Талаптарың оң болсын. Амин. Үлкен рахмет.